Саламатсыздар балалар. Бүгінгі біз сынып сағатын бастамас бұрын, мына ортада тұрған стакандағы суды, жан жағындағы түрлі түсті қима маталардағы матаны көтеру арқылы жоғары көтеріп, ешбір тамшы су тамызбастан көтеріп, қайтадан әкеліп орнына қоюымыз керек. Негізгі мақсаты, бұндағы мақсатымыз, мына түрлі түсті қима матадағылар сияқты, біз бір сынып болғанмен, біздің бойымыздағы дара қасиеттеріміз, қабілеттеріміз әртүрлі. Соған қарамастан, біз ауызбіршілікте жетпейтін қамалымыз, бұзбайтын, жетпейтін жетістігіміз, бұзбайтын қамалымыз жоқ. Олай болса, сәттілік бастаймыз. Тамаша, бірде-бір су төгілмеді. Тамаша. Керемет. Керемет. Біз ешқандай үлкен жетістікке ауызбіршіліктің арқасында, балалар, ауызбіршіліктің арқасында біз осындай жетістікке жеттік. Ал енді осы түрлі қима маталар сияқты біз бүгін сабақтың барысында өзіміздің бойымызда өзіміз білмейтін дарындылық, көшбасшылық, ауызбіршілік, жасампаздық қасиеттерді табатын боламыз. Олай болса, осы қима матадағы бейнелер арқылы өзіміздің тобымызға жайғасамыз. Сабағымыздың бағыты, тәрбие бағытында зияткерлік, тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі. Мақсатымыз білім алушыларды құндылыққа бағыттай отырып, көшбасшылық қасиеттерді және дарындылығын дамыту. Ал біздің бүгінгі сабағымыздың құндылыққа бағытталуы білім алушылар бойынан адал, жасампаз, жұбатушы, жетелеуші, ұйымдастырушы қабілеттерді сіңіре білуге бағыт беру. Қазір қолдарыңызда, сіздердің алдарыңызда жаңа бөлінген қыран тобы және барыс тобы берілген. Енді сіздерге бірінші тапсырма. Осы неліктен қыран және барыс тобын алдық? Плакаттар алдарыңызда түрлі түсті қарындаштар тұр. Соларды пайдалана отырып, өзіміздің осы топқа постер арқылы бағыт береміз. Болған топ шапалақтауға тұрып белгілеріміз. Олаға Даниял қосыламыз. Қыран тобы болған сияқты алдарында магнит тұр, тақтаға келіп. Қыран құстар бір-бірімен шатасып тіршілік еткен. Біздің саламымыз ауызбіршілікке байланысты болған соң, біз сол себепті топтың атын қыран деп атадық. Жалпы біз қыран тобымыз, жалпы қыранды сипаттай кететін болсақ, ол көк аспанда жарқылдап жүретін құс есебінде саналады. Яғни ол ұлттық құндылықты дәріптеп, бізге өзінің еркіндігімен, бостандығын білдіреді. Жалпы Қазақстанның туында да, яғни өзіміздің туымызда да осы қыран құс бейнеленген. Жалпы ол сары түсте. Сары түс дегеніміз ол даму дегенді білдіреді. Ал қыранды салған себебі биіктеп, көкте ұшсын деген нышанмен осындай туымызға да қыранды салған. Жалпы қыран құстар бір-бірімен жұптаса тіршілік еткен, сол себепті олар ауызбіршілікті білдіреді. Және олар биікте жүреді, біздің жеті қазынамыздың бірі болып табылады. Сол арқылы ұлттық құндылықты осындай бізге насихаттап жүрген қыран құсымыз біздің топқа түсіп тұр. Барыс тобы. Бізге барыс жануары. Барыс бізден ежелден келе жатқан, ол киелі жануар болып табылады. Сонымен қатар барыс бүкіл көшпенді түркі елі үшін әрқашан оның ұлттық таңба болып табылады. Қазақ елі жалпы бұрыннан бері осы барыс жануарын, тектілігін, сонымен қатар батылдығын және де өзінің айлакерлігін бір тұта білген. Біздің де осындай тобымыздың аты барыс болды. Бізде осындай қасиеттер сіңіретін, белсенді топ боламыз. Сонымен қатар барыста келетін болса, ол биік белестерді бағындырушы, киелі жануар, сонымен қатар шапшаң және де текті және айбатты. Мына жерде қалың суретін болса. Себебі жалпы барыс жануары әрқашанда ол биіктерді, биік тауларда мекен етеді. Сонымен қатар біздің кез келген спортшыға барлық салада осы барыс жануары әрқашан осы биікке, осы қазақ халқы биікте жүрсін деп, жалпы халықтың белсенділігі арта берсін деп, осылай барыс жануарымен теңестірген. Тамаша. Тамаша.
жақсы. Еркін микрофон әдісі. Бұнда сіздер өздеріңіздің бойыңыздағы қасиеттер арқылы көшбасшы бола аламыз. Сіздердің іштей өздеріңіз ойланып бір сәт өздеріңізге уақыт бөліп іштей менің ішімде, менің бойымда қандай көшбасшы болуға бағыттайтын қандай қасиет бар? Мен сол қасиетті шығара білдім ба? Немесе мен осы қасиетті қалай шығарамын деген ойда өздеріңіздің ойларыңызды. Әрбір оқушы бұған шынайы жауап береді. Әсел? Мен өзімді жақсы көшбасшы ретінде көре аламын, себебі менің бойымда көшбасшы шығарған болу керек қасиеттер бар деп санаймын. Себебі ең басты ол адам бойында болу керек, көшбасшы бойында болу керек қасиет ол жауапкершілік, және де өзіңнің сыныптастарыңның, яғни қасындағы адамдардың пікіріне санаса білу қасиеттері. Себебі кез келген жағдайда мен олардың пікірін әрдайым өзімдікінен жоғары қоямын, және де солардың пікірімен кеңесу арқылы мен шешім қабылдап отырамын. Оқуға құштар мектеп жобасы бізге қыркүйектің басында 30 кітап берілген болатын. Сол 30 кітап бойынша біз осы уақытқа дейін өтілген шығармалар бойынша тапсырма орындаймыз. Яғни тапсырма мен және менің кейіпкерім сөйле, талда, сал, көрсет. Өз еріктеріңізге сөйлейсіздер ма кейіпкер ретінде? Кейіпкерді саласыздар ма? Немесе бір оқиғасын салып көрсетесіздер ме? Талдайсыздар ма? Немесе кейіпкердің актерлік шеберліктеріңізді көрсетесіздер ма? Өз еріктеріңізде. Айна? Осы жақында Шығыс аймағында алғашқы ұстаз әңгімесін оқыдым. Ол жақта біз шығармада бізде қыздың білімге деген құштарлығы және жетім өссе де қанша өмірден қиындық көрсе де өмірге деген ұмтылысы, білімге деген ұмтылысы, сонымен қатар үлкенді сыйлауы, ұстазды сыйлауы, әрқашан соны аттың есіне алып сыйластық білдіріп жүруі маған қатты ұнады. Енді кейіпкердің Алтынай. Алихан? Мен Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш өлеңіндегі оқиғасында әділеттің жолында жүрген кедей Бақтығұлдың бақтығұл кейіпкердің рөлін сомдасам деймін. Оның өзінің інісінің ауыр халде жатып қатты күйзеліске түскенін көрсетсем. Тамаша. Қайран тектім-ай, әбден қиналдың-ау арысым. Ат ұрса деген осы екен-ау. Ай тектім-ай, арысым-ай. Арай? Менің айтқан поэмам, яғни ол Қалқаман мамыр шығармасы, бұл яғни бұл дегеніміз Шәкәрім Құдайбердіұлының поэмасы болып табылады. Оның негізгі мақсаты мұнда қос ғашық, яғни қосыла алмауы. Яғни мамыр атты сұлу қыз болады, сосын оның жігіті, яғни Қалқаман деген ол болады. Олар бір-бірімен қатты ғашық болады да, бір-бірімен қосылады. Бірақ та олардың бір рудан шыққаннан кейін, яғни қазақ қоғамы оларға қарсы болады. Жалпы бұл палата көшбасшылықты ерте жастан қалыптастыруды қолдайды. Лидерлік жалпы жеке тұлғалар арасындағы қатынасқа үстемдік ету. Қазіргі таңда тіпті өзіміздің елімізде де осындай лидерлік жеке тұлғаларды қалыптастыру үшін жұмыстар, бағдарламалар қалыптасуда. Соның ішінде айтатын болсақ, осындай дебаттарды ұйымдастыру біздің лидерлік қасиеттерімізді алға қарай жетелейді. Саламатсыздар ма оқушылар, ұстаздар. Бізге берген дебаттың тақырыбы көшбасшылықты ерте жастан бастау қоғамға неге жетелейді? Философия. Көпті жаман лидер тоздырады, жақсы лидер оздырады демекші, оздырады. Статус. Лидер қазіргі кезде әр баланың адамның бойында дарыған қасиет болып табылады. Бірақ лидерлік әр адамда әр уақытта қалыптасады. Сәлеметсіздер ме? Мен үкімет фракциясының спикері Сыздықова Әселмін. Және өзімнің жаңағы ең бірінші өзімнің қарсылығымды айтып келетін болсам, жаңа айтып жатырсыздар, ең алдымен баланы
лидерлікке баулу үшін ол белгілі бір жасқа толық болу керек. Яғни 8-9 сыныпқа барған кезінде ғана бала өзінің лидерлік қасиеттерін дамыту керек деп айтасыздар. Бірақ мен бұл пікірмен толықтай келіспеймін. Себебі бала кішкентай бүлдіршін сәтінен бастап өзіне не керектігін ол табиғат бойынша балаға баулай бастайды. Сол кезден бастап оның ата-аналары балаға қандай қасиет бар, сол бойынша баланың кез келген курстарға жазылуына болады. Және жаңа лидер айтып өткендей, ең бірінші аргументіміз бізде ерте жасқа лидерлік жарқын болашақтың бастамасы деп айтылды. Кішкентай кезінен бастап баланы баулайтын болса, лидерлікке оның не қалайтынын барлығын ата-аналар көріп онымен жұмыс жасайтын болса, баланың қасиеті бір жерге ысырылып қалмайды. Яғни кішкентай кезінде бала туылған сәттен бастап оның бойындағы лидерлік қасиет, яғни кез келген нәрсеге, лидерлік деген бір ғана тұтас болмайды, ол кез келген нәрсеге болуы. Мысалы, бір бала сурет салғысы келеді, бір бала ән айтқысы келеді. Ол талантты бала жұта беретін болса, белгілі бір уақыт күтетін болса, онда ол қасиеті баланың өшіп қалады. Және де болашақта ол бала өзіне не керектігін білмейді. Ал егер оның бойында лидерлік қасиет болатын болса, ол болашақта кез келген ортаға сіңісіп кетіп, өзінің белгілі бір сөйлеу мәнерімен, өзінің мінезімен, жауапкершілігімен барлық жерде бетте ұстап жүретін азамат болады. Бұл тек қана оның қоғамда қалыптасуына ғана емес, адамның бойындағы адамзаттық қасиеттерін дамытуына да көмектеседі. Басқа елдерде де, басқа елдер мысалы ең алдымен кішкентай балалардың ұлттық құндылыққа деген көзқарасын оятып, мысалы Жапонияны мысалға алатын болсақ, одан кейін біздің Қазақстанда да сондай кішкентай кездерден бастап, бүлдіршін сәтінен бастап балаларды болашақта адам тұлға ретінде қалыптасуын қаласа, кішкентай кезден бастап, бүлдіршін сәтінен бастап, оған дұрыс көзқарасты танытып, барлық таланттарын аша білуіміз қажет деп санаймын. Осыған қоса кететін болсақ, балалар, ұлы ғұлама ақынымыз Абай Құнанбаев өзінің қара сөзінде айтады. Бала дүние есігін ашқанда есті болып тұғылмайды дейді. Естіп, көріп, бір нәрсені білу арқылы ғана ол естілікке жете береді дейді. Міне, яғни бала дүниеге келгенде ішсем, жесем деп қана дүниеге келеді. Өсе келе ол жан-жағында қоршаған ортаны көру арқылы, өзімен аралас қарым-қатынас жасап жатқан адамдарды көру арқылы талпынады екен. Яғни мынаны көрсем екен, мынаны білсем екен, мынау не, анау не, мынаның дәмі қандай деген нәрселерді. Ал бізде ол нәрселерді кейін айтамын, соны кейін білесің деген нәрселер бізде дәл қазіргі қоғамда ол қалыптасқан. Міне сондықтан да мен екі жақты да жақтай отырып, кез келген балада, кез келген тұлғада тұлғалық қасиет, тұлғалық даралық қабілет болады деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Келесі тақырыбыма біздің сыныптағы, осы сыныптың көшбасшысы ретінде, бұған дейін де қазіргі сабақта да кімді тани алар едіңіз? Алдарыңызда стикерлер жатыр. Сол стикерлерді мен мына оқушыны, немесе мен мына досымды көшбасшы ретінде тани алдым деген болсаңыздар, сол оқушы отырған орындықтың артына стикерлеріңізді жабыстырып кетесіздер. Жай ғана тұрып стикер жабыстырып кетесіздер. Жай жабыстырып кетеміз. Орнымыздан тұрып, бір-бірімізге жабыстырып қоямыз. Болды па? Бәріміз көз жабыстырдық па? Ешкім қалыс қалмады ма? Ал енді есептейміз. Кімде нешеу? Әркім өзінің аты, орындықтың артқы жағына үңіліп, кімде неше стикер бар? Кімде неше стикер бар? Құрам тобында кімде неше стикер бар? Тожа нешеу? Біреу. Әсет нешеу? Үшеу. Біреу. Тағы кімде? Әселде? 12. Әселде 12. Қасиетте біреу бар екен. Тамаша, келесі. Ғафур нешеу? Біреу. Нұртасқа 5-еу. Арайда бар ма? Гүлжамал бар ма? Тағы кімде бар? Неше ұлағатта? Ұлағатта 2-еу. Ал математикалық жүйріктігімізді қосамыз.
берілген блокнотқа мақсаттарыңыз айқын, жүрістеріңіз нық болсын деп, міне сіздерге бүгінгі сабаққа. Тамаша. Құтты болсын, құттықтаймыз. Тұлға. Ол сіздерге алдарыңызда ақ парақ берілген. Осы парақты пайдалану арқылы ешқандай қайшы, ешқандай қалам пайдаланбастан адам тұлғасын саламыз. Түсінікті ма? Түсінікті, иә. Қожынымды немен толтырдым? Басына жазамыз. Кеудесіне өзіңде бар көшбасшылық қасиет. Екі қолына мен бүгінгі сабақта не жасадым, не істедім деген сұраққа жауап береміз. Екі аяғына мен алдағы уақытта өзіме қандай қасиеттерді дарытуым керек дегенде. Бүйтіп көрсетіп қоясың. Мен бұл дененің басына жаңа ақпараттармен, жаңа мәліметтермен таныса алдым. Ал кеудесіне өзімде бар, яғни көшбасшылыққа қасиетті яғни керек қасиеттерім, ол менің жауапкершілігім және де тиянақтылығым. Ал екі қолына мен жаңа ақпараттармен бөлістім және де ой алмаса алдым. Ал екі аяғына мен бүгін маған яғни алда арттыруым керек қасиеттер, ол менің жігерлік пен батылдылығымды, сонымен қатар шапшаңдылығымды арттыруым керек. Иә, Бүгінгі сабақта қоржынымды немен толықтырдым. Мен қоржынымды жаңа білімдермен, яғни жаңа терминдермен толықтырдым, және ауызбіршілікпен жұмыс атқарумен толықтырдым. Жалпы өзімде бар көшбасшылық қасиеттерді ата. Менде жауапкершілік, ұқыптылық және табандылық бар. Екі қолға мен бүгінгі сабақта қандай жұмыс атқарғанын жаздым. Жалпы мен топпен керемет жұмыс жасадым және жеке лидерлік қасиеттерімді көрсете білдім. Және екі аяғына мен қол жеткізуім керек қасиеттерді жаздым. Мен қол жеткізуім керек қасиеттер, ол біріншісі шыдамдылық, екіншісі сабырлық болды. Тамаша. Әсел. Басына мен өзімнің сабақта қандай ақпарат білгенімді жаздым. Лидерлік қасиет туралы көп ақпараттарды біле алдым. Кеудесіне өзімде бар көшбасшылық қасиеттер, ол жауапкершілік, пайымдылық және төзімділік. Ал екі қолыма бүгінгі сабақта қандай жұмыс атқарғанын жаздым. Яғни мен сабақта белсенділік танытып және дебатқа қатыстым. Ал екі аяғына қол жеткізуім керек қасиеттер, ол менде біріншісі әлі де топпен жұмыс жасай білуді үйрену, екіншісі барлық қиындықтарға қарамай берілмей алға жылжу. Бүгінгі сабақта қоржыныма мен қашпен ауызбіршілікке деген үйренуге бейсіздім және өзімде бар көшбасшылық қасиеттерге мен тестті тапсырамын және адамдарды қызықтыра алдым деп ойлаймын. Және ашық мінез. Ал екі аяғына мен алдағы уақытта мен көпшілікпен оймен келісуді және шыдамдылық пен сенімділікті қажет етемін. Балалар, келесі тапсырма. Әр топқа қалпақ таратылады. Кез келген тақырыпта әуен ойнайды. Сол әуен ойнап тұрған кезде бір-бірімізге сол қалпақты алмастырып кигізіп отырамыз. Әуен тоқтағанда қалпақ кімнің басында қалса, сол сұраққа жауап береді. Кім жылдам әдісі бойынша. Бастаймыз. Желсіз күнде жарғай өлеңінің авторы. Абай Құнанбаев. Кеттік ары қарай. Дәлелдеуді қажет етпейтін математикалық сөйлем. Аксиома. Топ күшінің өлшем бірлігі. Ампер. Ары қарай. Тарихтың атасы. Геродот. Ары қарай. Вирустың кері әсерін жоятын программа. Антивирус.
Қорқақ сөзінің синонимі? Су жүрек. Үрейшек, тамаша. Ұнады ма? Біз ені байқадық. Көшбасшы болу үшін бізге қандай қабілеттің, қандай қасиеттің, қандай құндылықтардың керек екеніне сұрақтарға жауап бере алдық деп ойлаймын. Кез келген топта мүше болу оңай. Ал сол топты ары қарай басқарылып кету одан да қиын екенін сіздер бүгінгі сабақта сезіне білдіңіздер деп ойлаймын. Сондықтан әрқашанда әрбір тұлғаның бойында ең керек қасиет ол жетелеуші құндылық. Кез келген ортада кез келген тұлғаны ары қарай жетелеп кету. Және жаңа өздеріңіз айтқандай, ең бірінші басында бізге ең бірінші не керек? Ауызбіршілік. Себебі біз әрқайсымыз әр отбасындағы мүшеміз. Міне бізде ауызбіршілік болса, біз алмайтын қамал жоқ екен. Және бізге алға қарай қоятын мақсат болу керек, сол мақсатқа жетелейтін әрбір қадамымыз нық болу керек екен. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге рахмет.